Сәлем достар, менің есімім Мәселхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен Ализа Пуф YouTube-нен осындай өте әдемі әрі жылы плед тоқып үйренетін боламыз. Бұл пледтің тоқылу узоры өте оңай, бірден тоқып кететін боласыздар. Біздің пледімізге қанша маток кететінін есептеу үшін біз осы формулаға сүйенеміз. X көбейтілген Y көбейтілген 7,25 тең болады бізде маток саны. X бұл біздің пледіміздің ұзындығы, Y ені, 7,25 бұл біздің 1 метрдегі маток саны. Мысалы, ені де ұзындығы да 90 см болатын пледті есептеу үшін дәл осы формуланы қолданамыз. 0,9-ды көбейтеміз 0,9-ға, оны көбейтеміз 7,25-ге, бізде тең болады 5,8. Оны жуықтаған кезде 6 болады, яғни 6 маток жіп кетеді. Үлкен көлемді плед үшіне дәл осы формула қолданылады. Мысалы, 120-да 180 болу үшін 1,2-ні көбейтеміз 1,8-ге, оны көбейтеміз 7,25-ге, бізде тең болады 15,6, бізде яғни 16 маток жіп кететін болады. Біз пледті осындай Ализа Пуф YouTube-мен тоқитын боламыз. Ең алдымен бірінші петляны міндетті түрде ашып алатын боламыз. Достар, мен сіздерге қазір кіші көлемде тоқып көрсететін боламын. Сіздер өздеріңіз менің көрсеткен есептеу бойынша бірден үлкен размерде тоқып бастайтын боласыздар. Мен қазір бізде міндетті түрде петляларымыз жұп санынан болу керек. Мен қазір 16 петляны тоқып көрсететін боламын. Неке достар, мен 16 петля санап алдым. Енді біз ең алдымен осы петляларымызды бір-біріне тоқып шығатын боламыз. Неке осылай воздушный петля жасаймыз. Неке мен барлық 16 петля жасап шықтым. Енді біз біздің пледіміздің асты осылай, яғни әдемі болып тұратын болады. Біз қазір барлық пледіміздің 4 қабырғасында осылай жасап шығатын боламыз біткен кезде. Енді неке осының артқы бөлігінде қарасаңыздар, осы екі өрілген, мінеке қараңыздар, екі өрілгеннің артында осындай ортасында жіптер бар. Сол жерден біз мына жақтағы, яғни жұмыс жібін кіргізіп шығамыз. Мінеке 16-шысы бұл өзінде біреу шығып тұр, бұған тиіспейміз. Келесі өрілгенге өткіземіз. Мінеки осылай қатарын соңына дейін өткізіп шығатын боламыз. Мінеки мен 16 петлядан да өткізіп шықтым. Менде мына өрілгендер астында қалды. Петляларымыз менде барлығы 16 болды. Енді біз бірінші қатарымыз, яғни ең бірінші қатарымыз тоқып бастаймыз. Жұмыс жібіміз біздің сол жақтан оң жаққа қарай жүретін болады. Бірінші қатарымыз тоқып бастаймыз. Неке алғашқы екі петля, осы екі петляны X жасап аламыз. Мен бірінші петляны үстіне шығардым. Яғни менде барлығында бірінші петля осылай үстіне шығады. Сол жаққа қарай. Осы кезде міне қараңыз, X жасаған кезде біздің астында тұрған петлямыз ол біріншіге кетеді. Бірінші осы петлямыз тоқылады. Жұмыс жібімізді кіргіземіз. Екіншісіне кіргіземіз. Келесін дәл осылай жасаймыз. Келесі. Бұл тоқылу өте оңай достар.
Ең бастысы жұмыс жібіне тоқып жатқан кезде мінекей жұмыс жібіне петляларыңыздың мынауысы тоқылмай, келесін тоқып кетпеңіздер. Кезектесі өз қатарымен тоқу керекпіз. Дәл осылай қатарын соңына дейін тоқып шығамыз. Бірінші петлямды мен үстіне қарай шығарып жатырмын. Бірінші қатар тоқып шықтым. Енді біз екінші қатарымызды тоқимыз. Екінші қатарда міндетті түрде бірінші петлямыз ешқандай екі жасалмайды, өз-өзіне тоқылатын болады. Келесі екі петляны біз екі жасаймыз. Дәл алдыңғы қатар секілді, бірақ бізге бұл солға қарай жүріп, бірінші тұрған петлямыз үстіне шығады. Яғни оң жақтағы петля. Алдында сол жақтағы петлямыз шыққан болса, бұл оң жақтағы петлямыз үстіне шығып, мінекей екінші петля астына кетеді. Петляларымыз барынша тартып шығарып алыңыздар. Соңғы петлямызды өзіне тоқылады, достар. Бізде дәл осы тоқылу үлгісі кезегімен қайталанып отырады. Яғни бірінші осы тоқылады, екінші осы. Қазір үшінші қатарымды бастап көрсетемін. Бұл дәл бірінші қатар секілді тоқылады. Яғни бірінші петлямыз үстіне кетіп, астындағысы екіншісі астына кетіп, екі жасалынады. Достар, дәл осылай етіп біз өзімізге керек көлемде плетімізді тоқып шығатын боламыз. Сіздерге соңында плетті қалай аяқтау керек екендігін және де төрт қабырғасына да дәл осылай өрілгенді қалай жасайтын көрсететін боламын. Достар, міндетті түрде тоқып жатқан кезде артына қарап отырыңыздар. Артық жіп егер тоқылмай қалып кеткен болса, ол артында біреу шығып тұрады. Сол кезде қайтадан алып тоқып шығатын боласыздар. Достар, мен сіздерге қазір жіп таусылған кезде қалай екінші жіпті қосу керектігін көрсететін боламын. Мен плетін тоқып келіп жатқан кезде міне соңғы жіп менде бір ғана петля қалды. Енді мен қазір осылай жасаймын. Осы бір петлямның жібін өткізіп аламын осы жерге. Келесі осы екіншіге жаңа жіпті қосамыз. Міндетті түрде бірінші петляны ажыратып аламыз, жаңасын қосамыз. Бізде мінекей екі жіп осылай тұрады. Бұның бәрінің соңында біз байлап, астына жасырып ине жіппен тігіп алатын боламыз. Тоқу барысында осылай жалғастырып кете беріңіздер. Барлығын соңында бірге жасайтын боласыздар. Жіпті жалғағаннан кейін әрі қарай басқа қатарлар секілді тоқып кете беретін боламыз. Неке достар, мен плетімнің барлық бөліктерін тоқып шықтым. Бізде соңында осындай петляларымыз қалады. Біз осының барлығын қазір бекітіп шығамыз. Бізде екі шетінде қарасаңыздар, осында ені осылай тұрады. Осы бөлігінде мен осы соңғы және бастапқы бөліктер секілді
осындай өрілген тәрізді жасағым келіп тұр. Ол үшін біз қазір осы жерлерге петлялар өткізіп шығатын боламыз. Жаңа жібімізді алып, бірінші бөлігін шешіп алдым. Енді міне бізде өрілген басымда басталған. Дәл мына жерге біреу кіргіземін. Өзі шығып тұр, ортасында кіріп тұрған жерлерден кіргізіп шығамыз. Мында біреу, өзіне екеу тұр. Екеудің біреуінен, сосын ортадан. Достар, дәл осылай етіп өзіміз дәл осы бөлігін және де келесі екінші шетінде осылай істеп шығатын боламыз. Мінекей осылай біздің петляларымыз шығып тұру керек. Мінекей мен соңына дейін жасап шықтым. Енді мінекей осы бір петляны артық етіп қырқып аламыз. Осы петляны ашып тастаймыз. Петляны ашқан жерден мен бірнеше жерден өткізіп жасырып аламыз. Осы жасырған жерден ине жіппен тігіп аламын. Сонда біздің петлямыз шығып кетпейтін болады. Дәл осылай етіп біз барлық бөліктегі жіптерді жасырып тігіп шығатын боламыз. Сонда біздің жіптеріміз шықпай, өте әдемі болып тұрады. Достар, байқасаңыздар, бізде артында осылай жіптер жалғаған жерлер бар. Осы жерлерді мынаны ортасы ашық болып тұр, осыны ашық болмау үшін жанында тұрған жіптердің астынан өткізіп жібереміз. Осы жерден байлаймыз. Байлап бірнеше жерге жасырып, жаңағы секілді бірнеше жерге жасырып аламыз да ине жіппен тігеміз. Достар, біз енді осы жаңа кіргізіп шыққан петляларымызды бір-біріне тоқып шығатын боламыз. Мұнда бастапқы жерде жіп тұр, бұны да алдыңғыдай жасырып, ине жіппен тігіп аламыз. Енді осы кіргізген петляларымызды бір-біріне кіргізіп, өріп шығамыз. Осылай етіп, осы қабырғаның соңына дейін біздің алдыңғы аяқталған бөліктің барлығы бір-біріне жалғасып кете береді. Осы жерге келген кезде де жалғасып, екінші қабырғаның да петляларын соңына дейін жасап шығатын боламыз. Мен соңына келдім, мінекей соңғы петлямды шешіп алдым. Алдыңғы қатардың орысына кіргізіп, екеуіне тағы да кіргізіп, осы жерден жасап аламыз. Енді бұны да дәл алдыңғы қатарлар секілді бірнеше жерге жасырып ине жіппен тігіп аламыз. Мінекей достар, біздің плетіміз аяқталды. Плетіміз өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Міндетті түрде тоқып көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен жаңа пайдалы сабақтар бөлісіп отыратын боламын.